Достар, осы ең күшті тауықтың маринадын сақтап алып жасап көрген соң, осы рецептке ғашық боласыз. Алдымен парақшама тіркеліп лайк басып қойыңыз. Маринад үшін ұсақталған сарымсақ, паприка, қызыл қара бұрыш, майонез, тұз, 4-5 ас қасық соя соусы, сұйық май, кориандр, жарты қасық дижонская горчицаны қосып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін осы маринадтың жартысын тауықтың етіне қосып, жақсылап қолымызбен әрқайсысына жағып шығамыз. Тауықты мүмкіндік болса бір түнге, болмаса 2-3 сағатқа қоямыз. Картопты ірілеп турап аламыз. Противенге май жағып, картопты салып, кішкене тұз саламыз. Жаңағы дайындаған маринадымызды салып, жақсылап араластырамыз. Картопты тегістеп жаймалап, үстінен тауықтарды салып, жеке-жеке қойып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 50 минут арасында пісіріп алдым. Сонда осындай тауығы да, картоптары да қытырлап тұрып пісіп шығады. Достар, видеом ұнаса лайк басып, парақшама тіркеліп қойыңыз. Міндетті түрде жасап көріңіз, сосын маған рахмет айтатын боласыз. Ал ендеше ас болсын.